Сіз келіндер бәйгесі супер шоуның ақтық сайысын тамашалап отырсыз. Бүгін көкейтесті жолдаманың тағдыры шешілетін күн. Тараздық қызуғанды төрт сұлудың қайсысы жеңіске жетіп, өзінің жас отбасына қуаныш сыйлар екен. Көрейік. Ал енді қыздар, жоба аяқталды. Бәріміз ойдағыдай тойларымыз өз сәтімен өтті. Бұл жобадан кейін де араласып тұрайық, кездесіп тұрайық, одан соң алдағы қойған армандарыңа жете беріңдер. Осы өмірде өз орындарыңды табуға тілектеспін. Әйгерім бас кезінде маған өте ашық мінезді, сондай кішкене салмақты, әңгімеге тез әңгімелесіп кете беретін қыз болып көрінді маған. Қазірдің өзінде Әйгерім өте сондай, одан сайын ары қарай құрбы болып кеттік десем де болады. Қыздар, кейінгі қарым-қатынас туралы жоспар құрып, жан құрбы болуға шешім шығармай, кідіре тұрыңдар. Бағаларды жариялау сәтінде біраз тосын сыйға тап боласыңдар. Қыздар, ана бақытын, әйел бақытын тілеймін, адам бақытын тілеймін. Мен айтқан емеспін. Ал Данаға келер болсам, біз сияқты ойын жақсы жақтарын болсын, қай жақтан болсын ашып айтпайды, өз ішінде ғана сақтап қалады. Тек Данадан бір байқаған, ол тек минус жақтарды ғана бізбе бөлісіп сөйтіп айтады да. Себебі оған ештеңе ұнамайды. Өз тойын өзгелердікінен артық санайды. Өзім енді үміттеніп тұрмын, мен жеңетін шығармын деп енді тойдың бәрін көріп шықтым. Маған қарсылас дейтіндей бір тойды көрген жоқпын. Басқа тойларға қарағанда, басқа ресторандарға қарағанда өзімдікі кішкене жоғарырақ тұр. Дана, бір өкініштісі бұлай ойлайтын тек сенсің. Ал Ақсарайдың сұлулары жеңіс өздерінікі екеніне сенімді. Мен өз ойым Аида жеңеді деп ойлаймын. Себебі Аиданың тойда да өте жоғары деңгейде өтті. Бұл сайыстың негізі түбінде, яғни бәсекеде жеңетін Әйгерім немесе өзім деп ойлаймын. Әйгерім екеуміздің тойханамыз бір болды, одан бөлек тойханадан бөлек сен лимузинмен шыққан ұнады. Әндерің жараса қалыпты. Екеуіңді мейрамхана табыстырды ма, әлде басқа себебі бар ма? Әйгерім ашық жарқын көңілді қыз. Кішкене менмендігі бар сияқты. Аиданың кішкене менмендігі бар сияқты. Аида, Әйгерім, Даналар ойша болса да жеңіс тойын тойлап жүрсе, сыпайы Ақерке өзінің жеңілетінін алдын ала мойындап қойыпты. Өзімді жеңімпаз ретінде жаңағы көремін деп айта алмаймын. Ақерке өзі бір жаратылысы бір ерекше қыз бала. Өте қарапайым. Өзі бірақ тойға оформлениясын, осындай өзгерістер болады. Бірақ та қандай дайындық екен өзінде білмеймін деп басында екі түрлі ойлары болып жүрді. Ең қызықты сәт екі қыздың рестораны бір болғаны, үш қыздың салоны бір болғаны. Үшеуміздің салонымыз бір болса да, үшеуміздің образымыз әртүрлі болды. Өз бейнесінің арқасында қай қыз жеңіске жетер екен, оны сәлден кейін білеміз. Ал қыздар, бәріңізге жеңіс тілеймін. Дана, осында 200-ліктің керегі не? Одан да шыныңды айт. Теңіз жағасына өзің баратыныңа сенімдісің ғой. Ал шын мәнінде көкейтесті жүлденің кімге тиетіні, қыздарды ақтық сайыста қандай тосын сыйлар күтіп тұрғаны сәлден кейін белгілі болады. Ал әзірше 4 тойдың қалай өткенін еске түсірейік. Бірінші болып 25 жастағы Әйгерім тұрмысқа шықты. Бұл бой жеткен өз тойына 250 адамды қонаққа шақырып, 2 миллион 100 мың теңге ақша жұмсады. Той күні өте ыстық болды, сол себепті қалыңдық макияжының білінбеуіне көп көңіл бөлді. Көп уақытқа шыдайды ғой? Да, конечно. Жоқ, ағып кетпейді. Как нам некоторые пишут, отзывы, өлтіргенский. Будет все өлтіргенский. Бірақ бет аузының бояуы той басталмай жатып-ақ ыстық күнге шыдамай ағып кетті. Бұл кемшіліктің бәрін қырағы көзді бәсекелестер де көріпті. Күннен кішкене күн ыстық болғаннан кейін ағып кетті ма, білмеймін. Макияжым аққан жоқ, күн ыстықтан, бәлкім мен терлеп тұрғаннан, бетіме жылтырап тұрғаннан қыздарға ағып кеткен сияқты көрінген шығар. Ерсін ермесін бәсекелестері қалыңдықтың бейнесін әбден сынап тастады. Әйгерімнің бүгінгі макияжы кішкене темныйлау болып қалды. Темный цвет мүлде таңдаған жоқпын. Мен нежный цвет деп, где-то розовый ма, кішкене сондай цветтен жасаттым. Сондай түспен олар может дұрыс көрмеді ма, или гулянкаға да дұрыс келмеді, мен қасыма да дұрыс тақалмады. Бірақ олар менімен биге де шығып, былай әңгімелесіп дегендей ондай жайттар мүлде болған жоқ. Сондықтан қыздардың ойымен болу жөнінде де келіспеймін. Шашын
жиналмаған шаш сияқты болып қалды. Гулянкадан кейін көп шашы бетіп түсіп кетті. Жоғарыға кішкене жинаса, әйгерімге одан сайын әдемірек болады. Енді оны төбеге буып та алмаймын, түйіп те алмаймын ғой. Сондықтан прическа есть, прическа маған өзіме ұнайтын прическаны жасадым. Сондықтан қыздардың ойымен де келіспеймін. Бәлкім талғандары да төмен болуы мүмкін. Мына кісі өз тойында өзін елемей қойғандар үшін өкпелі сияқты. Әдетте керісінше болушы еді. Мысалы, бәсекелестерінің сені өздеріне көңіл бөлмеді деп ойлайды. Негізі басында өзбен амандасқаны соқтау болып қалған сияқты. Мен бірінші кірген бетте столға барып отырдым. Одан қалай столдан тұрған бетте мен қыздарға барып, амандасып, биге шақырып дегенде қарадым. Бардым, но қыздар өздері билеуден бас тартты. Екіншіден, уже екінші ортаға шыққан кезде мен қасымдағы дос баламыз жерін қыздар шақырып алып келші деп. Сондықтан ол қыздар шақырып еді, қыздар мүлде ешқай биге шықпады. Сол себепті апалар сияқты тып-тыныш отырды. Айтқан пікірлері де соған лайық болып шықты. Мысалы, сенің көйлегің оларға ерсілеу болып көрінді. Кейбір адамдар болады да, ашық киіп апты, келін болып түсе салып ашық киіп жүр деген сияқты әңгімелер айтады. Ол көйлекті мен өзімнің жаңағы ата-енемен, яғни жолдасым ата-анасымен бірге барып таңдадым. Ол жерде ят болатындай қатты ашық ештеңе де жоқ. Үлкендердің өзі мен көйлегіме жаңа түсіністікпен қарады, ол кісілердің өзіне ұнап жатты. Қалыңдықтың бейнесін жерден алып жерге салған бәсекелестер одан кейін залдың безендірілуіне көшті. Оны да аямай сынады. Сиреневый и розовый гүлдер. Күлгін цвет болды, бірақтан кейбір жерлерінде кішкене қатты фиолетовый, бордовыйға ұқсастау сондай болды. Кішкене келіспеді. Енді ол жерде үйлесім таппайды деген ештеңе көріп тұрған жоқпын. Маған жаңағы бордовый мен фиолетовый, ақ бар, сол түстер бірін-бірін ашып тұр. Әйгерім, мұның бәрі ештеңе емес. Әлі бұдан да сорақылар бар. Мысалы, ет дәмсіз болған. Бешбармақтың қазысы майлы болды. Одан кейін холодный закусканыда қазысы өте майлы болды. Жей алмадық біз. Бешбармақтың қамыры өте қалың болды. Енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын, өте қалың болды. Тіске басарларды да мақтай қоймады. Ең бірінші ет ассортисіне келетін болсақ, кішкене қаттылау болды. Яғни біз пышақтың өзін кішкене бөлуге қиналдық. Ал тортты тіпті іске алғысыз қылып тастады. Дәмі ұнаған жоқ. Кремі тіске жабысып қалады. Дастарханда бір өздеріне ұнайтын тамақ болды ма екен? Енді бәрін тегі шетіне жамандап, анан тұзы көп, мынау кеуіп қалған, қамыр қатты болса, сонда басқа халықта жеп отыр ғой сол тағамды. Сондықтан бәрі толық тауысып жеп алғандықтан мен ойымша қамыр тәтті болды деп ойлаймын. Қыздармен келіспеймін бұл жөнде де. Өкінішке қарай қыздарға дастархандағы дәмнің еш қайсысы ұнамады. Есесіне сенің тойға кірген сәтің көңілдерін жадыратып тастады. Қалыңдықтың кіруі жаңағы лимузинмен кірді, маған ұнады. Себебі ресторанның олай ішіне машина кіретінін мен білмеппін. Күйеу жігіт пен қалыңдықтың орындауындағы романтикалық ән көңілдегі мұзды ертіп, жүректі елжіретуі керек сияқты еді. Бірақ келіндер бәйгесінің қатысушылары вокал мен актерлық шеберлікті талдауда I'm a Singer Қазақстан жобасындағы төрешілерден кем түспеді. Бұрыннан бері айтып келе жатқан әншілер болған кезде
күшті шығатын беді. Біз оны басқа елдер сияқты фонограммамен ештеңемен жазған жоқпыз. Өз даусымыз қалай, солай даусымызбен айттық. Нұрбақыт сонда фонограмма екенін білдіртіп қойса, онда қыздарға ол жаңағы дауысы жуан болып көрінбес еді. Ол жерде ешқандай фонограмманы көріп тұрғам жоқ. Біз енді эстрада әншісі болмағандықтан, ол енді жөн деп санаймын. Өз даусымызбен айтқандықтан, өзіміздің жаңағы бір-бірімізге махаббатымызды жеткізіп айтқандықтан, өзімізге ұнады. Иә, екі жақты сөйлейтіндер бар. Мысалы, келіндердің өзі кеш бойы телефондарына үңілуден артылмады. Ал кейіннен той адамды зеріктіретіндей көңілсіз болды деп шықты. Тамада кішкене бізге көңіл бөлген жоқ та. Ойынға ойнатып. Той кішкене қанша дегенмен де ол свадьба, той ол. Жиналыс болмай көңілді отыру керек еді. Ойын аздау болды дегенде, біздің той жиналыс сияқты болды дегенге мүлде келіспеймін. Себебі әншілер де, бишілер де бәрі болды, ойында ойнатылды. Тек бір-екі ғана ән емес, ол жерде жаңағы туыстар тарапынан да, басқа жақтардан да әндер айтылып жатты. Әйгерім, ашуланба. Есесіне бәсекелестерің алғашқы биіңді жақсы бағалап мақтауын асырды. Әйгерімнің махаббат вальсі, оформлениясы байынша жақсы. Өте әдемі болып көрінді. Қыздар әдемі, өздеріне сай киініп алған. Сөйтіп бәсекелестері Әйгерімнің тойын небәрі 86 ұпайға бағалады. Мүмкін бүгінгі қосатындары тәуірлеу болатын шығар. Мен Әйгерімге 50 балдың 15-ін беремін, себебі кішкене кемшіліктер болды. Сол себепті. Мен Әйгерімге 20 бал берем, өйткені Әйгерім той өте жоғары деңгейде өтті. Өте мен көңілімнен шықты, тойханасы да ұнады. Мен Әйгерімге 50 балдың 12 балын берем. Себебі маған Әйгерімнің ең басында бізді қарсы алу ұнаған жоқ. Суық қарсы алды бізді. Көңіл онша бөлінбеді бізге. Минус іздеп отырған адамдарға минус болып көрінер. Сондықтан ол мінез маған аса ұнамады. Әрине мен көңіліме өте қатты тиді. Может, мені төмендеткісі келген шығар. Көздер минус шығар, очки ма, линза ма киіп келу керек. Бір миллиметрін айтатындай, бір қатты щепетильный адам айтқан болып тұр ғой енді. Екінші болып ешқашан ештеңеге көңілі толмайтын несие менеджері Дана тұрмысқа шықты. Қалыңдық өз тойына 300 адамды қонаққа шақырып, 2.300.000 теңге ақша жұмсады. Бәсекелестерінің сырын жақсы білетін Дана салондағы шеберлердің әбден басын қатырды. Так не идет мне? Я еще не сделала. Здесь, мне кажется, чуть неровно, что ли. Не трогайте, я доделаю, потом посмотрите. Я еще не уложила. Бірақ онысынан пайда болмады. Асанап тұрған жоқ прическасы. Бәрін маған бір орынға істеп үйіп салған сияқты ма. Енді мен бір орынға жинамағанда қалай енді екіге бөліп қоям ба, болмаса екіге хвостик жасап қоям ба. Енді ол свадьба. Свадьбада негізі сондай прическа болуы тиіс. Ол кезде енді фата тағасын, фатаны әдемілеу көріну керек, диадема тағасын, диадеманы әдемілеу көріну керек. Бірақ қыздар сенің желегіңнен де әдемілік көре алмады. Фатамен көрек сәйкес кимейтін сияқты, фатасы чуть потемнее цвет, айвари ма неме? Фатасы кішкене серылы цвет та, кішкене ал көйлек прям аппақ. Минус іздеп отырған адамдарға минус болып көрінер. Негізі екеуісі де көйлегім де фатам да айвари цвет. Сұр фата ешқашан болмайды. Қыздар енді көздер минус шығар, очки ма, линза ма киіп келу керек. Мәс саған, Дана дөрекілік таныта бастады. Қалқам, бұл әлі басы. Ұзынырақ фата таңдау керек еді. Өзім бойым кішкентай болғандықтан, ұзын фата маған керек жоқ. Өзім көйлегім арты сөлпендеп жүрсе шлейф болып, ол тағы да ұзын фата албасам вообще цыган болып қалам ғой. Сол себепті о жағымен келіспеймін мен. Қымбаттым, есесіне безендіруде кеткен қателіктермен келісуіңе тура келеді. Өйткені сенің тойың сан алуан түске боялып өтті. Оны байқамау мүмкін емес еді. Бұл кеткілі розовый цветте болды. Ол розовый цвет жігіттің галстугына да киген жоқ.
стульчиктардың бантигін жасаған. Жерде жатқан кремдер адамның көзіне ең бірінші түсетін болады. Ол Тиффани түседі. Ол көзге өте қатты және де ерсі байқалып тұрды. Сөйтсек үйлесімділік перделермен де, подиуммен де, баннермен де ештеңемен үйлесімділік тапқан жоқ. Негізгі оформление күлгін болған, өзім көрдім. Қызыл цветін мен мүлде еш жерден байқаған жоқпын. Айтып кеттім ғой, күйеуімнің мамасы араласты, оның бәрін ұйымдастырған сол кісі. Екеуміздің талғамымыз сай келеді. Маған да ұнады талғамым. Қалай жасағаны, оформлениесі бәрі ұнады. Дана өзгелердің тойындағы күлгін түстің реңін сөз қылған адамға мына ақталғаның жараса қоймады. Бірақ мәселе тек түспен шектелсе ғой. Кілемнің кемшілігі бұдан да өтіп кетті. Некерсіні кілем кішкене старый болдырып тұрған сияқты. Көйлік тақпитын оранамай тұр, маған сразу көзге түсіп тұр. Соның кесірінен той бірден жұпынылардың қатарына қосылды. Бақсарайы кішкене бір 2 жыл бұрын ба солай салынған ресторан. Той иелерін таңдағандарына қарай, енді өздерінің шамалы жеткендеріне қарай таңдаған шығар. Жаңадан ремонттан шыққан ресторан. Залда кіреберісте бізде паласты өзім байқамадым. Біздің зал кафельмен жасалған. Кіреберісте паласта пятно дейма. Өзім байқамадым, ештеңе айта алмаймын. Ал қыздардың бәрін жақсылап көріп алатындай уақыты болды. Олар сенің тойыңнан өздеріне орын тигенше мейрамхананы шарлап ұзақ жүрді. Қай жерде отырады екенбіз мен? Мен өз атымызды көріп тұрған жоқ мүлде. Мен де. Ол жағы әрине дұрыс болған жоқ. Кішкене біздің атымызды жазған кезде әдемі болар еді. Қазір лестницада естіп отыратын шығармыз, бүйтіп отыратын шығармыз деп алдық. Мен қыздарға айттым, ескертіп айттым басында, тойдың алдында беташар болады деп. Ол кезде әлі көп адамдар өз орнына отырмаған етін, орындар жайғаспаған етін, сол себепті бір орындықтарға отыра берсе болатын еді. Өздерінің де ауыздары бар ғой, өздерінде иықтарында бастары бар, тойдың егесінен бас. Сұрау керек еді, біз шаршап тұрып отыра берейікші деп. Орын тауып бермейді емес, тауып береді. Не болды, Дана? Тырнақ астынан кір тауып тиісе берген жаман бекен? Мінеки, өз-өзіңе сыртыңнан қарап көр. Алды әлі айтуға тұрарлықтай ескертулер де бар. Котлетті көрші кішкене тығыз ба, сухой ма? Я кішкене қатты қалған екен. Сол котлеттасы қатты болған, ішінде еті қызыл екен. Котлет мен үшін шикі, іші қызыл болған жоқ, бәрі дәмді болды. Голубцы алып кепті, капустамен істелінген. Ол капустасы кішкене қатылау болды, бөлгенге қиынырақ болды. Қыздардың дәм тататын білем ғой, енді критика айтатын білем, сондықтан да әр салаттан тағамдардың өзім тағып дәм татып отырдым. Голубцидың капустасы қатты болған жоқ, жұмсақ болды. Дана, әрине сен енді өз тойыңдағы тамақты дәмсіз болып дей алмайсың. Мұның бәрі жай ғана ақталудың амалы. Ал тойға келген қонақтар тамақ қалданбаса, көңілдерін басқа нәрсемен көтеруі керек. Бірақ сенің тойыңда ойын сауық жағы да ойдағыдай бола қоймады. Тоз көп болып кеткен. И монотонды болып жатыр бәрі. Көбісі шаршады ғой уже. Мен ойын ұнатпаймын просто. Олардың ойларында не бар екенін білмеймін, бірақтан олардың қыздар жағынан кішкене некрасивы болды. Жай ғана шақырып қойған жоқ, алдарына барып тұрып шақырды, бір емес бірнеше рет шақырды. Шықпай қойғандары менің көңіліме тиді. Қымбаттым, қонақтарың да саған өкпелі, себебі олармен дастархандас болатын адамдарды дұрыс таңдамапсың. Көп боқтайтын адамдар ұнамайды. Олдар оның все-таки бәрі қашерден айтпа десен де айтады ғой, бізге айтпаса да. Енді былай ете беруге болады, бірақ ондай жиында әдемі көрмейді. Қыздар отырған жерде. Солар деген өте бір жағымсыз, боғау сөздер айтты. Әрине ол мынандай ортада өзін ұстау дегенді білмейді. Өзім қыздарға бір емес бірнеше рет барып қал жағдайларын біліп отырдым. Сол кезде мүмкін айту тиіс еді, біз өзімізді ыңғайсыз сезініп отырмыз, боғау сөздер айтып отыр, біз естіп отырмыз деп. Сол кезде мүмкін айту керек еді, бізді басқа орынға ауыстырыңыздаршы деп неге жасырып қалады. Ол не дегенің? Біздің қыздар өте сыпайы ғой. Ал сенің ашуыңды басу үшін айтарымыз, тойындағы тортты тарту сәті бәсекелестеріңе қатты ұнады. Прикольно жасаған, я? Ол өте әдемі болды, маған ұнады.
ол торттың шығуы өте әсерлі болды. Содан таңғалып, жақсы идеялардың бірі екен. Идеяң жақсы екен, ал торттың дәмі бәсекелестеріңнің айтуынша өте нашар. Ешқайсымыз жеген жоқпыз. Торттың 5% бисквит болды, қалған 95% крем болды десек те болады. Жей алмайсың оны шынымен дегенде. Қыздар енді әділ емес бағалап отыр, ол жерде торт вообще шикарно болған, кремі көп емес. Может, қыздарда көре алмаушылық болған шығар, себебі осы Тараздың қай ресторанын алсақ та барлық жерде ең шикарный деген торт бізде ғана болды. Қитыққан бәсекелестерің бишілердің өнерін көргеннен кейін ғана аздап сабасына түскендей болды. Күшті билейді екен. Синхронно билейді, көзге жағымды көрінеді. Сонымен Дананың тойы 85 ұпай жинады. Бәсекелестері оған қанша қосар екен? Мен Данаға 15 балл беремін, себебі ешқандай ерекшеліктер болған жоқ ол тойда да. Данаға 15 балл беремін, өйткені Данаңды тойы ұнады, нашар той болды деп айта алмаймын. Оған 10 баллды Данаға берем. Себебі кірпияздық мінезі басым сияқты өзінде, сондықтан ол мінезі маған аса ұнамады. Олардың мұғалімдері мен емес, би үйрететін. 2 деген бағайымды ол 10 шағаға дейін түсетіндей жағдай болған жоқ деп ойлаймын. Өздері айтты бірінші кездесуде, әділетті боламыз, 5-тен төмен баға бермейміз деп. Может, приморды тамақ ішіп кеткен шығар солардың қызықтарымен. Әркелін көңілім қалды. Үшінші болып мединститутта оқитын 21 жастағы Аиданың тойы өтті. 300 адамға арналған тойға 5 миллион теңгедей ақша жұмсалған. Әттең, осы шығыны өзін сыннан құтқара алғанда ғой. Аиданың той алдында қобалжығаны сонша, сұлулық салонына жарты сағат бұрын барды. Сөйтіп шебер босағанша күтіп отырды. Более нежностный, да? Солғын макияж бен қарапайым көйлек көрсе, біздің келіндер қызыл мата көрген өгіздей болады. Сол себепті қалыңдықты аямай сынады. Образы жай ғана простой болды. Көйлегінен дым ерекшелік көріп тұрған жоқ. Вечерлерге неге киетін көйлекке ұқсап қалды. Пышный көйлек кию керек сияқты. Сәнді моданы түсінбеген адам болуы мүмкін деп ойлаймын. Үш қалыңдықтан да мен вау көйлек көрген жоқпын, яғни обычный пышный көйлектер. Макияжы да енді асып бар жатқан ештеңкесі жоқ, кәдімгі күнделікті. Повседневка күнделіктіге жағып жүретін макияж сияқты көрінді. Оған мен әрине келіспеймін. Менің жасаған шолпы салонында өте мықты мастерлер жасады деп, соның ішінде Айсаннан айтсам болады. Өте өзіме ұнады, свадебный деп ойлаймын. Ал ең қатты сынға ұшыраған тойхана болды. Әйгерімнің тойы да сол жерде өткендіктен Аида декорды аздап өзгертем деп қыздарға уәде берген еді. Бірақ мейрамхана әкімшілігін оған көндіре алмапты. Баннер тура сенікіндей екен. Иә. Бір ресторан болғаннан кейін өзгешілік бола қоймайтын шығар особо. Даже цветі де өзгермеген. Іші де тура сенікіндей сиреневый. Негізінде Аида айтып жатыр еді, золотисты қыламын деп. Күлгін түстес болды іші. Әйгерімнің тойынан ешқандай өзгешілік болмады. Безендіруге уәде қылғандай алтын түс қосылмағандықтан, Әйгерімнің тойында жұрттың бәріне ұнаған әдемі мейрамхана Аидаға аз ғана ұпай әкелді. Оформленияға берер менің бағам 5. Себебі Аида өзінде жаңағы өзгешіліктер енгізем деген ойларында өз сөзінде тұра алмады. Қателік ол тойхананың әкімшілігінен қателік кетті. Яғни біз олардан сұрадық, қосып беріңіздер, өзгертіңіздер деп. Ол кісілер өзгертеміз деп уәде беріп өзгерткен жоқ. Енді олсын мен келсем. Мен өзім көп оған алтын түстес қоса алған жоқпын. Сондықтан енді қыздардан кешірім сұраймын, әрине мен өзім уәдемде тұрған жоқпын. Біздің атымыз жоқ. Достары Нұрсұлтанның деген болды. Мақұл, Нұрсұлтанның достары бола салайық. Мен оларға заказ беріп, яғни дайындап, әдемі етіп жібергем.
өзім көргем, мен Айгерім Дана Ақерке деп те жаздырғам. Тек оны мен тойдан кейін естіп отырмын, ол ілінбеген, біз өзіміздің атымызды таппадық деп маған қыздар айтып жатты. Әрине мен көңіліме өте қатты тиді. Өйткені мен оны өзім дайындап тойханаға бергем, бірақ тойхана оны ілмеген. Әт деген ай деуден бас қамал жоқ. Алайда мейрамхананың Аиданы ұятқа қалдыруы мұнымен шектелмеді. Бір котлеттің ішінен шаш шықты, және ол котлет қырсыққандай қатты алсыншы Данаға түсіпті. Сіз болам. Гүлнұр, ал кете саласыз ба? Мына жерде шаш шықты. Өзіңшаны көріп тұрдыңыз ғой, алып кете салыңызшы. Просто мынаны жеп жатырмын да мен. Котлеттен шаш шықты ма? Иә. Где-то 1 сантиметрге жетпейді. Ұзындығы да айтылған екен 5 миллиметр, яғни 1 сантиметрдің жартысы. Яғни ол шаш емес, ол қыл деп санасақ та болады. Енді ол 1 миллиметрін айтатында бір қатты щепетильный адам айтқан болып тұр ғой енді. Басқа тамақтардан шаш шыққан жоқ, бірақ Әйгерімнің тойымен ұқсастықтың көп болуы жағдайды ушықтыра түсті. Мысалы, екеуінің торты бірдей екен. Бір өзгешелік қосса деп, или кремін басқа түспен өзгертіп жасаса. Ол аздай жас жұбайлардың вальсі де бәсекелесінікімен бірдей болып шықты. Мен тойымда тура солай болғантын. Сол ресторанның ұсынысы қол шатырмен, дыммен, қармен, ол жастарды махаббат вальсін біледі. Басқа 3 вальстен қарағанда да өзгешелік болды деп санаймын. Өйткені біреуінде қарны ұмыт кетті, өте үлкен минустар болды. Бізде ондай минус болған жоқ. Өзгеше болды, достарымыз бізді қолдап тұрды. Сондықтан мен ол мінмен мүлдем келіспеймін. Ал Аиданың той залына кірген сәті келіндерге ұнады. Тіпті Әйгерім екеуінің әрекеті ұқсас болғанына қарамастан, қыздар оны қатты мақтады. Жалпы шоу көңілінен шықты, өздерінің тараптарының кішкене ақшар қосып, ерекшеліктер қосып, сондай қызықтырған адамды. Нәтижесінде Аиданың тойы небәрі 75% жинады. Мүмкін оның жаңадан тапқан құрбылары бүгін жомарттық танытатын шығар. Мен Аидаға 20 балл бердім. Себебі олардың торттары, ресторандары бір болғанымен, ол келін вагенмен кірді. И потом бидің аяқ жағында күйеу жігіт көтерді. Аидаға 13 балл беремін, себебі Аида мен Әйгерімнің де тойлары бір жерде болды. Мен 50 балдың 20-сын Аидаға беремін, себебі Аиданың тойы басқа қыздарға салыстырмалы түрде қараған кезде өзімдікінде жақсы деңгейде өтті. Таразда соңғы тойды техник құрылысшы Ақерке жасады. Бұл бикеш 220 адам шақырылған кешке 1 миллион 500 мың теңге жұмсапты. Бұл осы қаладағы бюджеті ең аз той болды. Қалыңдық қонақтарын таң тамаша қалдырғысы келді. Сол себепті макияжның бояуын қанық қылды. Проходите, отырыңыз. Қандай образ хотите? Нежный, свадебный хотите или более эффектный лаума? Эффектный. Бірақ көзіңіз күшті ашылады. Екіншісі қалыңдық үшін да, чтобы могли вот так қабақты көтеріп тұруге, сол үшін керек. Бірақ бәсекелестері оның екі қатар болып тізілген қою кірпігін жаратпай тастады. Көзін жауып тастаған. Кірпігі өзіне ыңғайсыздық туғызған сияқты. Өйткені қасына барып сөйлескенде, сұрақ қойып әңгімелескенде көзін жыпылықтатып, төмен қарап. Кірпік екі қатар болғандықтан кішкене ауырлау болды. Мен көзімді ашып жүре алмайтындай, менің көзім өзі үлкен емес. Менің көзім кішкене сықилау, сол себепті мен көзімді
как обычно күнделікті ашып жүрсем, солай ашып жүрдім, маған қиын болған жоқ. Ақеркенің киіп көре салып, сатып алған көйлегі де сынға ұшырады. Көйлегі енді бұрынғы старый модель. Иә, старый модель, сосын даже шлейф болмаса да ыңғайсыз бір. Қазіргі модельдер кішкене Европаға жақынырақ болып келген, шлейфі жоқ, солар бұрынғы заманның модасы. Қазіргі көйлектер кішкене өзгеше, цветі де өзгеше болып келеді, узорлары да басқаша. Көйлегім жаңаға сәннен шығып кеткен бұрынғы модада көйлек деп айтуға келмейді. Маған ұнады, менің жолдасыма ұнады. И менің үйімдегілерге ұнады. Оларға ұнамай тұрғандықтан мен ол көйлекті таңдамай қоя салмаймын. Бірақ келіндердің бұл ескертулері тойханадағы жағдаймен салыстырғанда айналайын екен. Бәсекелестеріне есіктен кіргеннен ақ ештеңе ұнамады. Әуелі безендіруді сынап тастады. Мынау кішкене кірлеп қалған екен подиумның төмен жағын. Подиумдағы жабылған мата әппақты, шеткі жақтары қоңыр, енді кірленгені, әбден кір болғаны біраз мезгіл ауыстырылмаған көріліп тұр. Етегі кір десе, значит, мен барып жуып беріп кетпейтін шығармын енді. Оны ресторанның адамдарына айту керек. Сол ресторанның оформлениесі ол. Менің оформлением емес. Әрі қарай тіпті жаман бәсекелес бикештерге лас ыдыс тап болды. Қасықтарды ше, жуғаннан кейін сүрту керек. Марсыңдар. Май ғой. Может, прибор тамақ ішіп кеткен шығар солардың қасықтарымен. Ал жоба қатысушыларына бәрінен батқаны жұрттың бұларды отырған орындарынан тұрғызып жібергені болды. Бұрынғы отыру керек, бұл келіндер бәйгесінеміз ғой, съемка былайына түсіру керек бізге. Ан жақтан ыңғайсыз. Жоқ, мына жерден екі места қалдықтар да екі. Біз 3 қыз сыймай қаламыз ғой. Орын жоқ, короче. Біз өзімізге ыңғайлы жерді, яғни тамадан көріп отырайық десек, бұл жер забронирован деп отырғызбады. Отырмасыңдар, тұрып тұрыңдар деп айтты бір қонақтарда, бір келіншек. Әрине ол өте дөрекі болды бізге. Мен білмеймін қайсысы айтқаны тұрып тұра беріңдер деп. Ал егер де олай айтылған жағдай болса, бұл бізге жазылған орын екен, сол себепті келіп отырдық деп жай ғана айта салуға болатын еді. Өкпелі қыздарға әрине ойын сауық бағдарламасы да ұнамады. Ешқандай синхронность байқалған жоқпыз. Кейбір қыздар бір биді бірінші рет билеп тұрған сияқты. Ақеркенің тойындағы шоу программаға берер бағам 2. Ақеркен шоу программасына қоятын бағам 5. Өйткені маған ұнаған жоқ. Олардың мұғалімдері мен емеспін би беретін. Біріншіден, одан кейін барып өзіме ұнады билері. Бір қалыпты билейтіндей би билеген жоқ олар. Сол себепті қыздарды тырнақ астынан кір іздеген қыздар деп ойлаймын. Бірақ бәрінен сорақысы Дананың тағы да тамақтан шаш тауып алғаны болды. Не ол? Бір шаш па, әлі жіп па, бір нәрсе тауып. Кішкене майлы болып кеткен, анық қарай алған жоқпын. Бірақтан жеркенішті болды. Ұзын екен еще. Алдыңғы қыздардың тойында айтылып жатыр, шаш шықты, басқаша болды деп. Ол кезде мен айтқанмын, ол Айданың кінәсі емес, ол кухняның кемшілігі. Бұл тойда да менің айтарым сол. Менің кінәм емес, кухняның кемшілігі. Бірақ нашар баға алған сенсің. Мен бүгінгі ас мәзіріне қоятын бағам 5. Ақеркенің ресторандағы ас мәзіріне берер бағам 2. Сөйтіп Ақеркенің тойы бәрін қосқанда 48 ұпай жинады. Мүмкін бәсекелес бикештер өздерінің тым сараңдық жасағанына ұялып, бүгін оған көбірек ұпай қосатын шығар. Ақеркеге 25 ұпай бердім, себебі Ақеркен өзі тұйық болғанымен де жақсы араласа келе, жақсы адам екенін түсіндім. Сосын ресторанның төбесі маған ұнады, өзінің интерьері ұнады, необычный жасалған. 20 балды Ақеркеге берем. Себебі Ақерке бір ерекше қыз дегенде. Ақеркеге 15 балл берем. Міне осылайша 4 тойда өте шықты. Әрқайсысы өзінше қызық, өзінше ерекше. Қалыңдықтардың қай-қайсысы да сұлу, қай-қайсысы да жеңіске лайықты. Бірақ жылы жаққа бару бақыты кімге бұйыратынын сандық көрсеткіш шешеді.
Ал енді қыздардың өз ойынша үздік деп тапқан қалыңдығына дауыс беруі ғана қалды. Кім дауысты көбірек жинаса, соған қосымша 10 ұпай тиеді. Мен өзімнің даусымды осы келіншекке берем. Өйткені бұл келіншектің тойы маған өте ұнады, жоғары сапада өтті, және де мен ол кісінің өте бір адамгершілігі көп адам екенін білдім. Ол қалыңдықтың аты Әйгерім. Егер де мен ұттай қалған жағдайда осы қалыңдықтың ұтқанын қалаймын. Себебі ол қыздың рестораны маған ұнады. Ақерке. Мен өзімнің даусымды осы қалыңдыққа беремін, себебі осы қалыңдықтың жеңімпаз болғанын қалаймын. Оның аты Аида. Мен өз даусымды осы қалыңдыққа берем. Себебі үш қыздың ішінде ресторан жағынан, той жағынан жақсы болғаны осы қалыңдықтікі. Ол қалыңдықтың есімі Аида. Сонымен ұпай Аиданың қоржынына түсті. Тіпті тойының Әйгерімнің тойына ұқсастығы да кедергі бола алмады. Бірақ осы ұпай оны жеңіске жеткізе алар ма екен? Біз ұпай санап жатырмыз, ал жас отағасылар осында жеткенше асығып келеді. Бүгін өз сүйгенінен сүйіші сұрау бақты, кімнің күйеуіне бұйырыпты екен? Жанға жайлы демалыстан кім рахат алады, кімнің балайы тарихқа енеді? Қалыңдықтар қатты қобалжуда, жүректері дүрсілдеп, аяқтары дірілдеп барады. Да, мы выиграли. Ну, сделали. Ты сделала же. Ең бірінші маған жақындады жолдасым Нұрсұлтан. Сөзімен ойладым, мен ұттым деп. Сөйтсем мен жанымнан басқа жаққа кетіп бара жатыр. Мен Әйгерім ұтқан шығар деп көңіл күйім түсті. Сөйтсем қайтадан маған келіп, мен белімнен ұстап, мен шынында да мен белім ұстап тұрма деп мен өзім толқынымда қарасам, шынында да ұстап тұр екен. Соны өте үлкен әсерлі сезімде болдым. Ең басынан шақты өзгерттім. Менде каблук бар болғасын естіледі да. Сондықтан аяқ күшімен келдім. Бірден Аида жақындамайын деп, сәл бүйтіп зигзаг қылдырдым да, ойласын кімге келе жатыр, қай жігіт деп ойласын деп. Нұрсұлтан, өзің әзіл ғой екенсің. Өте қуаныштымын. Құттықтаймын Аида. Бұл жерде енді әділ болды деп ойлаймын өзім. Шынымды айтайын, меніңше әділ емес.
Сонда да құттықтаймын, жеңісімен құттықтаймын. Екеулерін бақытты өмір сүріп, барып келіңдер. Не себепті әділ емес? Неге әділ емес? Өйткені меню ұнаған жоқ, ресторан оформлениесі ұнаған жоқ. Баннерде ұнаған жоқ. 4 тойдың барлығын қарап, өзім негізі ойлаған етімін. Ең күштісі біздікі болған негізінде. Негізінде біз женеміз деп ойлаған етімін. Бірақтан олай болып шықпады, енді бұйырмаған шығар, бұйырған кетпейді ғой. Мәс саған Дананың ренжігені сонша риза еместігін жасырмай жайып салды. Бірақ одан енді ештеңе өзгермейді. Айдан жеңісі енді дұрыс, әділ болды деп санаймын. Өйткені екеуміздің тойымыз бірдей болды. Мен өз тойым қалай жақсы өтсе, Айданкіде енді тура сондай болғанға, Айда немесе мен өзім жеңетіме сенімді болғам. Бірінші орынға жеткеніме сендердің де көмектерің бар. Өте көп рахмет, қыздар. Ренжімеңдер, егер бірдеңе болып жатса, одан ары қарай араласып тұрайық. Араласып тұрасыңдар ма жоқ па, ол жағы қойған бағаларыңды көргеннен кейін белгілі болады. Нағыз реніш те сол кезде туатын шығар. Садик, Әйгерім. Дана ғана екен, ең төмен балл қоя берген, е? Мен Данаға жоғары балдар қойып жүрсем деймін. Сен ренжімейді, сағаттардың көбісі тұзды болып кетті. Дана көп жерде 2 деген балл беріпті. Өздері айтты бірінші кездесуде. Әділетті боламыз, 5-тен төмен балға бермеңіз деп. Оның бәрі өтірік. 2 деген баға енді оншаға дейін түсетіндей жағдай болған жоқ деп ойлаймын. Барлық жерде Аида төмен балл қойыпты. Енді реніш жоқ деп ойлаймын, қыздар. Бәріміз кейде жоғары, кейде төмен қойған екенбіз бір-бірімізге. Жеңсем де, жеңбесем де маған бәрібір. Вообще менде реакция жоқ қой менде ше. Бәсекелестерінің ешқайсысы өзіне дауыс бермегенін осы бойы ғана білген Дана не айтар екен? Маған қыздардан ешкім дауыс бермеді, оған әрине ренішім бар. Мен Ақеркені өзіме жақын тартып, Ақеркеге беріп жүрсем, 50 балдың жартысын, теңдей жартысын оған бөліп бердім. Еще конвертке жазғанда да Ақерке отсын деп бердім. Бірақтан Ақеркенің көңілім қалды. Дана маған хабарлама жазып. Екеуміз бір-біріміз таңдайық деп айтты, но бірақ өзім жазғым келмеді. Оның аз балл беріп жатқанын, ішімнен сезгендей болдым. Сол себепті бергім келмеді. Масқара, сонда Дана жеңіске жету үшін қулық жасауға дейін барған ба? Бірақ ондай әрекеттер көбіне сәтсіз аяқталады. Ал енді той аптасын қортайық. 4-ші орын Ақеркенің тойына тиді, 108 ұпай. 3-ші орынға Дана жайғасты, 125 ұпай. Әйгерімнің тойы 133 ұпай жинап, 2-ші орынға ие болды. Аиданың ұпайы Әйгерімдікінен аздау болып қалды, 128 ұпай. Бірақ ақтық дауыс беруде қосымша 10 ұпай алды. Соның арқасында бәйгеде жеңіске жетіп, армандаған жолдамасына ие болды. Ой, бір ойыншымыздан айырылып қалған сияқтымыз. Матчтың соңғы минуттарында Ақеркенің күйеуі ойыннан шығып қалды. Жолдасым бір жағдайлармен қаланың сыртына шығып кетіп еді. Жолға байланысты машинаның бір жағдайларымен үлгермей қалды. Ренжіп қалды Ақерке. Енді не дегенмен өзінің жары болғаннан кейін, өмірлік серігі болғаннан кейін әрқашан қасынан табу керек деп ойлаймын. Қыздар, көңілдерің түспесін, қай-қайсысың да өздеріңше жеңімпазсыңдар. Себебі кофеханасы әрқайсыңа 2 адамға арналған романтикалық кешкі ас сыйлайды. Ол жерге барған соң өздеріңе ұнайтын тамақты таңдай аласыңдар. Міне, Тараз қаласында өткен тартысты 4 тойды тамашаладық. Келесі аптада бұдан да қызық тойлар болады. Неше түрлі интрига, неше түрлі эмоцияға куә боласыз. Көріңіз, қапы қалмаңыз. Бұл келіндер бәйгесі. Еліміздің ең басты реалити шоуы. Келесі аптада көретіндеріңіз. Әр тойда повар шығып өлең айтса, өте керемет болатын еді. Қорққан жоқпын, оланам деп, просто жегім келмеді. Болады-ау деп қайта-қайта номеріме қарап. Ол бірақ болмады. Оны күтіп едім, ол болған жоқ.